Сәлем достар, сіздермен осындай йогурттан жасалатын пирогтың рецептісімен бөліскім келеді. Өте жұмсақ дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ұнап жатса достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге 3 жұмыртқа керек болады. Жақсылап сыртын жуып тазалап, құрғақ тряпка я болмаса салфеткамен сүртіп алсаңыздар болады. 300 грамм шекерімізді салып, осылай 2-3 бөлікке бөліп миксерлейсіздер. Я болмаса бірден салып жіберсеңіздер де болады. Бізге 250 грамм йогурт керек болады. Мен өзіме құлпынай түрі ұнайтын болғасын құлпынайын алдым. Кез келген ала берсеңіздер болады. Айс фирмасынікі алдым. Кез келген йогурт қолдана берсеңіздер болады. 150 грамм сұйық майымызды қосамыз. Иісі болмаса болды, кез келген қолдана берсеңіздер болады. 250 грамм алдын ала ситадан өткізілген ұнымызға 10 грамм разрыхлитель салып, былғап осылай 2-3 бөліп бірден салып жібермеңіздер, өйткені шашырайды жан жаққа. Осылай миксерлейсіздер, я болмаса венчиктің көмегімен де миксерлесеңіздер де болады. Алдын ала қызып тұрған 170-180 градуста пешімізде пісіріп аламыз. 40-45 минут қарап отырып пісіріп алыңыздар. Пісіп болған соң шпажканың көмегімен тексеріңіздер, піскенін піспегенін. минутте пісіріп аласыздар. Осындай сгущенка қолдандым. Суыған соң бетіне жағып шығасыздар. Кез келген сгущенка қолдана берсеңіздер болады. Бетіне осындай вафельный крошка кондитерлік дүкендерінде сатылады. Осындай сеуіп шықтым. Шоколад, арахис дробленый, я болмаса грецкий орех сепсеңіздер де болады, я сеппесеңіздер де болады. Рахмет, сау болыңыздар.